Кейінгі жылдары сары майдың құрамында холестерин бар деп жемейтіндер көбейді. Алайда бұл азықтың біз білмейтін пайдасы өте көп екен. Мамандардың айтуынша, сары майдың пайдасы өте көп, тіпті оның күйдірілген, яғни ерітілген түрі де пайдалы. Достар, біздің арнаны 76% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егерде сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ата-бабаларымыз сары майды ертеден қолданған. Оның құрамында А, Е, К дәрумендері өте мол. Сары май адамның зейінін жақсартып, шаш, терінің саулығын сақтайды. Сондай-ақ сары майдың құрамында қаныққан майлар мен токоферолдар, яғни каротин және Д дәрумені өте мол. Токоферол ағзаны түрлі радикалдардан қорғайтын антиоксидант, қартаю процесін баяулатқыш элемент. Ал қаныққан майлар ағзадағы гормондардың синтезіне тікелей байланысты. Бұндай майларды тағам мәзірінен бірден алып тастауға ағзаға қауіпті. Д дәрумені ағзаға кальцийдің сіңірілуін қамтамасыз етеді. Сары майдың құрамында холестерин бары рас, бірақ холестерин шошитын зат емес. Ол белгілі бір мөлшерде ағзаға өте қажет. Холестерин жасуша мембраналарының сіңдіру қасиетін қалыпты ұстайды, гормондардың синтезіне қатысады. Дәрігерлердің айтуынша, сары май өте құнарлы, бірақ оның ағзаға сіңуі оңай әрі тез. Сары майды аш қарынға тұтынған дұрыс. Ол ағзаға жасұнықтар мен, яғни клетчатка бірге түсер болса, пайдасы өте мол. Көкөніс аскөктермен араластырып тұтынуға да болады. Жылу мен күш-қуат береді. Сары май сүт майының концентраты болып табылады. Ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде өте пайдалы. Әрине, сары май калорияға өте жоғары. 100 граммда 730 кал. Оған қоса майлары ағзаға оңайлықпен сіңеді. Бірақ сары майдың бұл қасиеттерін де өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамына дәстүрлі нан мен май бутерброды өте орынды. Бұл тіпті арықтап жүретін қыздарға да артық болмайды. Күніне 30 граммнан артық емес. Май сіздің салмағыңызға еш әсер бермейді. Дәрумендері. Сары майдағы А, Д, Е, К дәрумендері терінің жұмсақтығы, шаштың әдемілігі мен тырнақтың саулығына үлкен әсер береді. Мысалға айтсақ, А дәрумені майлардың арасында тек осы сары майда бар. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Иммундық жүйеңізді жақсартатын майды суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. А дәруменіне байланысты май тыныс мүшелерінің ішінен майлап жөтелді емдеуге көмектеседі. Ал Е дәрумені қан тамырларын тазалап берік қылады, шаршағандық сезімін баса түседі. Көңіл күйіңізді көтереді. Бәрімізде шоколад құрамында бақыт гормоны сияқты серотонин бар екендігін білеміз. Алайда бұл гормон сары май құрамында да бар екендігін біле бермейміз. Серотонин тек көңіл күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін, аштықты баса алады. Ми жұмысын жақсартады. Сүттің майлары адам ағзасындағы жасушалар алмасуы үшін өте маңызды. Бұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға әкеле алады. Бұл ақыл-ой мен ой-өріске зиянын тигізуі мүмкін. Холестерин ұғымын бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар зат деп санаймыз. Бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет. Ағзаның холестериндегі қажеттіліктерін басу үшін сары майды күніне 30 грамм шамасында қабылдау керек. Қазақ дастарханынан қысы жазы түспеген тағамның бірі қолдың сары майы. Астың да, нанның да дәмін келтірген майдың арнайы ертілген түрі. Әсіресе қыста ерекше сұранысқа ие. Кейбір жерде күйдірілген, яғни қорытылған деп аталатын бұл сары майды емдік мақсатта қолдануға болады.
тең мөлшерде балға араластырған күйдірілген сары май иммундық жүйеңізді көтеретін мықты табиғи құрал. Ол үшін таңертең жылы сүтке араластырып аш қарынға ішсеңіз болғаны. Ол кеудедегі қақырықты босатады, ішектердің жиырылу қасиетін реттейді, іш қатуын болдырмайды, иммундық жүйеңізді көтереді, сүйектердің беріктігіне көмегі бар. Ағзаны зиянды қалдықтардан тазартады. Жасушаларды жаңарту арқылы ағзаны жасартады. Кемі 3 және 5 ай жалғастырған жағдайда атеросклерозға қарсы оң әсері байқалады. Қазекемнің қыстыгүні суықтап қалған балаға беретін ең бірінші дәрісі осы май қосылған сүт екенін білеміз. Дәмді де сіңімді бұл сусын әлсіздікті жеңуге, ағзадағы суықты қууға қауқарлы. Бал қосылған қолдың сары майы жүйке, иммундық жүйеге оңды әсер береді. Күйдірілген сары май аюрведа әдісімен ем жасайтын үнді емшілерінің де басты қаруы. Олар тіпті тері мен шаш саулығында осы әдіспен сақтайды екен. Жасы 60-тан асса да бетіне әжім, шашына ақ түспеген, көзі өткір, тісі сау, қимыл қозғалысы еркін үнді бишілерінің бірі Ресейдің әйелдерге арналған бағдарламасына қонақ болған екен. Сонда жүргізуші алыстағы бишінің 30-ға жетпеген сұлудай мінсіз дене бітімінің сырын сұрайды. Үнді сұлуларының көбі күйдірілген сары майға бал, жаңғақ кептірілген өрік, мейіз, жержаңғақ қосып жейтіні тағамтанушыларды таңғалдырады. Зерттей келе олар майдың бұл түрі А, Д, Е, К витаминдеріне бай, холестерин деңгейін төмендететін түрі, тамыр қабырғаларын тазартатын, зейінді арттыратын, сіңімді әрі өте пайдалы деген шешімге келген. Күйдіру, яғни еріту барысында майдың құрамында су толығымен жойылады. Сондықтан май ағзада іркілмейді, қайта ішек пен асқазанды тазартады. Сары май адам денесінде қан қоюлық байқалса, таңертеңгі аста сары майды қалыпты деңгейде тұтынса, денедегі қан түйіршіктерін ыдыратып жібереді екен. Сары майды үздіксіз тұтыну қан қоюлық ауруының алдын алып қана қоймай, қантты несеп ауруына ем болатын шипалы дәрі болып есептеледі. Әсіресе қазақтар ерте кезден сары майды пайдаланып, буын ауруын емдеп келген. Мұнда буын қабыну ауруына тап болған адамның буыны сары май салынған қарынды тарту арқылы емдеген. Іші қатқан ересек адамдар мен сәбилерге де сары майды ерітіп ішкізіп отырған. Қазақ шипагерлерінде жара болған орынға сары майды ерітіп, жақсы жарақаттың аузын жұмсартып, ауырғанды басып, тез қалпына келуге көмектеседі екен. Айтпағымыз суық маусымда күнделікті таңертең сүтке 50 грамм күйдірілген май қосып ішуді әдетке айналдырыңыз. Пайдасы шаш етектен. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлесіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.